Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Бүгін мықтылар жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Гете айтқан, мықтылар ауылда туылады, бірақ олар Астанада өледі деген. Сол сияқты қандай да келген мықты ойлардың ең мықтысын таңдап ұстаңыз. Себебі адамға бір күннің ішінде көптеген идеялар мен ақылды ойлар өте көп келеді. Сол ойлардың ішінен өзіңізге пайдалы деген және де осы істі мен істей аламау деген ойларды ұстап қалыңыз. Және де оны міндетті түрде өзіңіздің журналыңызға жазып қойыңыз. Және де өзіңіздің журналыңызға жазып отырған кезде күлімдеп жазуға тырысыңыз. Қуанышты бала көңілмен жазуға тырысыңыз. Себебі мына күлімдеу ол сіздің өміріңізге жол ашады. Сондықтан да осы айтылған өзіңізге келген ойды 72 сағаттың ішінде жазып, әдемілеп, жоспарлап тұрып, ол істі ойлайтын болсаңыз, ол іс сіздің өміріңізге міндетті түрде келеді. Бірінші істелетін іс адамның ойына келеді дейді, одан кейін барып өміріне келеді дейді. Сондықтан да әр жобаны істер кезде күлімдеп, өзіңізге жақсылық шақырып, жоспарыңызды құрып, әр жоспарды мәнерлеп жазып, ұғынықты қылып жазып, әр күніңізді есептеп, тәулігіңізді өзіңіздің пайдаңызға қолданып, өміріңізде өте көптеген пайдалы күндерді өз өміріңізге жаза біліп, өміріңіздің керемет те мерекелі күнге толы, өмірге лайықты, осындай күндерге лайықтымын деген өмір сүруге тырысыңыз. Негізі мықтылардың барын алып қарасаңыз, олар ауылда туып, одан кейін барып, қалаға, Астанаға келіп, өздерінің мықты екендерін көрсетіп, өздері жоғары дәрежеге жетіп жатады. Сол мықтылардың бірі сіз болыңыз, мықты болыңыз, өзіңіздің дүп деген арманыңызға жетіп, дәлелдеп, жоғарыдан көрініңіз. Сіздің атыңыз жоғары ұлы адамдардың арасында бірге жүретіндей, сол адамдарды атаған кезде сіздің атыңызды да атай кететіндей, сондай мақтаулы адамға айналыңыз. Негізі барлығы адамның қолынан келеді дейді, тек қана көз қорқады. Қол мықты дейді. Сондықтан да көзіңіз қорқып тұрса да, мықты қолыңызбен барлығын істеуге тырысыңыз. Себебі сіз мықтысыз. Әр адам өзінің арманына жетуге тырысады. Ал сол адамның бірі сізсіз. Әр адамның арманы биікте болады дейді. Қандай биікте болса да, сіз сол арманға қалай жету керек екенін жоспарлап, сол жоспарды орындап, егер де сіз құрған жоспарыңыз 5 жылға құрылды ма, сіз оны 3 жылда орындап бітіруге тырысыңыз. Әрқашанда алда жүруге, алдыңғы шепте жүруге, ақылмен шешуге, қандай да іс орындалмай жатса, оған ренжімеуге. Себебі біліңіз, әр істелмей қалған істің арғы жағында одан да артық, одан да керемет істің тұратынына сеніңіз. Сөйтіп, сіз өз арманыңызға жетуге тырысыңыз. Армандар көп, негізі. Арманды көп армандаймыз. Кезінде менің бір өлеңім бар еді. Арман көп, армандаймыз асуларды. Арманға қолым жетер жақында әлі, бірақ та бір сағатым 100 күндей болып, асыға сағаттарға қарайлаймын. Өмір ғой өтіп жатқан вагондардай, көзге іліктірмей, ойландырмай, бүгінді дұрыс дейміз, ертеңді білмей, ертеңгі күн не екенін білмей жатып деген сияқты ұзақ бір өлеңім бар еді. Ақырғы жолдарын кішкене шатастым, ренжімеңіздер. Сау саламатта болыңыздар, сіздер мықтысыздар. Арманға жететін тек сіздер, соны біліңіздер.